Армысыздар көрермен, осыдан бір апта бұрын 3 жасар қызды құтқарып қалған екі жігіт жайында телеарналарда, хабарларда, жаңалықтарда және әлеуметтік желілерде кеңінен тарады. Яғни 3 жасар қызды құтқарып қалған Сәбит пен Сағи. Олар өздерінің құтқарып қалған кездегі оқиғаларын әңгімелеп айтқан кезде де үшінші жігіттің болғаны жайында айтылды. Осындай қазақтың батырлары көп болсын. Бірақ бұл жерде айта кететініміз, ол жерде болған үшінші жігіт одан кейін айтылмады. Себебі олар Сағи мен Сәбит ол жігітті танымайтын еді. Ал қазір сол үшінші жігіт пайда болды. Яғни танылды. Оларға құтқаруға көмектескен үшінші жігіт Нұрайдын Марат Жасұланұлы. Ол кезде Нұрайдын Мараттың айтуынша такси шақырып сыртқа бір жаққа кеткелі тұрған кезде кішкентай қыздың дауысын естиді айғайлаған. Сол кезде Нұрайдын Марат еш нәрсеге қарамай бірден этажға жоғары қарай көтеріледі. Бірақ ол кезде Сағи мен Сәбит жоқ еді. Нұрайдын Марат барып 7-ші этаждағы үйге кіріп терезені сындырмақшы болады. Бірақ ол өзінің жастығына қарай терезені сындыра алмайды. Сол кезде артынан Сағи мен Сәбит келеді. Сәбит еш нәрсеге қарамастан терезені сындырып далаға, сыртқа терезеге қызды құтқаруға қарай жөнеледі. Сағи қой десе де ол өзінің батырлық, ерлік жүрегін танытып, өзі сол терезеден сыртқа шығып кетеді. Сол кезде Сағи Сәбиттің аяғын ұстап демеп тұрса, ал үшінші жігіт Нұрайдын Марат терезені бар күшімен қатты ашып итеріп тұрады. Егер Нұрайдын Марат терезені қатты ашып итеріп тұрмағанда, ол жерде Сағи мен Сәбит кішкентай қызды құтқарып алмас еді. Сондықтан да Нұрайдын Маратты елдің тануы дұрыс болады деген ойдамын. Нұрайдын Марат сол кезде такси шақырып қойған екен, ал қызды құтқарғаннан кейін асығыс түрде таксиге мініп кетіп қалады. Себебі Қарағанды қаласында, Қарағанды университетінде математика және ақпарат технологиясында факультетінде оқығандықтан сессиясы басталу керек болатын сол күні. Соған асығыс түрде кетіп қалады. Бірақ ол кезде еш нәрсе ойланбайды. Кейін іздестіре келе осы Нұрайдын Маратты тапты. 2003 жылы туған Нұрайдын Мараттың шыңғырған кішкентай баланың қыздың даусын естігеннен кейін бірден жоғары этажға көтеріп жүгіріп кетуінің өзі де ерлік. Сондықтан да Сағи мен Сәбитті марапаттап, ордендермен наградтап, Қазақстан олардың ерлігін демеп жатса, қасында демеу болған, олардың құтқаруына көмектескен Нұрайдын Маратты да ел таныса деген ойдамын. Сол кезде асығыс түрде таксиге мініп кеткен Нұрайдын Маратты болған оқиғаны өзінің университетіне қасындағы жолдастарына, достарына айтқаннан кейін ол университеті өздері де мақтан тұтып, жақындарына, жолдастарына Нұрайдын Мараттың ерлігін айтып жүрген екен. Ал енді Нұрайдын Маратты енді ел бұдан кейін таниды деген ойдамын. Қазақстанның осындай батырлары көп болсын. Кішкентай балалар жыламасын. Ата-аналар балаларды қараусыз қалдырмасын. Аман есен болайық.